Бұл пирогты енді ұнатпайтын адам жоқ шығар. Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын сникерс пирогын дайындаймыз. Шоколадты үгілмелі қамыры үшін бізге қажет ұн. Оны алдын ала електен өткізіп алдым. Және тура солай какао, қопсытқыш, қант және тоңазытқыштан шыққан салқын сары майды турап салып, қолымызбен барлығын араластыру арқылы ұнтақ жасаймыз. Енді ортасын ашып, бір жұмыртқамызды қосып, барлық массаны біріктіреміз. Дайын болған қамырды целлофанға салып, бір 10-15 минутке тоңазытқышқа сала тұру қажет. Осы уақытта пешімізді қосып, 170 градуспен қыздыра береміз. Міне қамырды шығарып, пергамент қағазының үстіне ұнның көмегімен жайып аламын. Сіз өз ыңғайыңызға қарап, формаға бірден салып жайсаңыз да болады. Бортиктерін шығарып болған соң, начинкасына кірісеміз. Бізге қажет вареная сгущенка, мен әрдайым 3 желанияны қолданамын. Ол өте қою болғандықтан жақсылап қасықпен араластырып жұмсарту керек. Арахис, шамалы блендермен ұсатып алсаңыздар болады. Оны екеуін енді жақсылап араластырып, үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Массаны асықпай біркелкілеп, қамырымыздың үстіне салып, лопаткамен түзулеп шығамыз. градуспен қызып тұрған пешке 25 минутке салдым. 20 минуттен кейін қарасам, осылай күшті болып көтеріліп, пісіп тұр екен. Иісі деген енді керемет. Оны осындай сетканың үстінде әбден суытып алу маңызды. Одан кейін ғана барып, шоколадты ганаш жасап, үстіне құямыз. Ганашқа кез келген өзіңізге ұнайтын молочный шоколадты пайдалансаңыз болады. Мына жерде менде альпенгольд және жақсы сапалы сары май. Оны микроволновкаге 10 секундке салып ерітіп алдым. Блендермен ұсақталған арахисті қосып, пирогымыздың бетін әсемдейміз. Пирог толығымен суыған кезде формадан оңай алынады. Оны коробкаға салып, минимум 3-4 сағатқа холодильникке салып аламыз. Одан соң барып кесе берсе болады. Ганашқа сары май қосылса, осылай беті матовый болып шығады, ал сливкимен жасасаңыз глянцевый болып тұрады. Қымбатты достар, видео ұнаса жасап көріңіздер. Қазақ тіліндегі каналымды қолдап, жазылып қоюды ұмытпаңыздар.